Монголдар кімдер? Олар қазіргі Монголия жеріндегі көшпелі тайпалардың бірі. Баспанасы киіз үй, мал баққан, әскери өнерді жақсы меңгерген, жауынгер халық болды. Түркі империясы ыдырағаннан кейін көшпелі тайпалар өзара қырқысып, бірін-бірі тонап, қарақшылық жайлаған жағдайда өмір сүрді. Шыңғыс хан 1206 жылы тайпааралық соғыстарды тоқтатып, бір орталыққа бағынған Монголия мемлекетін құрды. Шыңғыс хан құрған мемлекет ол билік еткен 25 жылда алып империяға айналады. 25 жылға созылған жорықтарында жаулап алған елдер мен халықтарының саны римдіктердің 400 жылдағы көрсеткішінен әлденеше есеге артып түскен еді. Ал моңғол сарбаздарының саны 150 мыңнан аспаған. Шыңғыс хан аз уақытта ұлан байтақ территорияны, 30-дан астам елді Моңғол империясына бағындыруға қалайша қол жеткізді. Ол мемлекеттік қызметте, туысқандықта емес, жеке тұлғаның еңбегін, жеткен жетістігін бағалады. Шыңғыс хан барлық бағынған халықтарға діни наным сенім еркіндігі мен мәдени даму мүмкіндігін берді. Алым салықтарды реттеп, емшілерді, ұстаздарды, діндарларды, ағартушылық қызметтерді салықтан толықтай босатты. Шыңғыс хан жасақ заң арқылы әділеттікті бәрінен бірдей тең талап ете отырып, жалпы халықтық жарғы ережелерге бағындырды. Саяси бірлескен, қатал тәртіпке негізделген өте мықты моңғол әскері дүние жүзінің көпшілік жерін басып алуға мүмкіндік берді. Осы жөнінде тереңірек білгің келе ме?